Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 56-шы сабақты өтетін боламыз. Тақырыбы геометриялық фигураларды өлшеу. Пысықтау геометриялық фигуралардың қабырғаларын өлшеп, салыстыратын боламыз бүгінгі сабақта. Олай болса, бүгінгі бірінші тапсырмамызды бастайық. Біздің қалада аттракциондар саябағы бар. Сырым саябаққа барып келді. Ол аппликация жасады. Сырым қандай геометриялық фигураларды пайдаланды? Ал балалар, біз бұл жерде қарап отырсақ, үш бұрыш бар, тік төрт бұрыш бар, шаршы бар, және де ұзын жолақтар бар, осылардың барлығын пайдалана отырып, бізде сырым әдемі аппликация жасап шығарыпты, Сендер де үйлеріңде осындай түс қағазды пайдалана отырып, әдемі аппликация жасап шығара аласыздар, Олай болса, балалар, біз екінші тапсырмамызға көз жүгіртейік. Сырым қағаздан фигуралар қиды. Кесінділердің немесе фигуралардың қабырғаларының ұзындықтарын қалай өлшейтінін айт. Фигуралардың қабырғаларын өлше. Тік төртбұрыштардың қабырғаларының ұзындығын салыстыр. Бұл жерде балалар, біз сызғыштың көмегімен біз кесінділерді немесе фигуралардың ұзындықтарын өлшей алады екенбіз, Бізде бірінші фигура ол тік үш бұрыш берілген, үш бұрыштың үш қабырғасы да 2 сантиметрге тең екен. Ал бізде ұзындық берілген, көк ұзындықтың бізде жаңағы ені 1 сантиметр болса, ұзындығы 4 сантиметрге тең екен, Яғни бізде балалар бұның 2 қабырғасы, қарама-қарсы қабырғалары бір-бірімен бірдей болады, Мысалы 4 сантиметр, 1 сантиметр деген сияқты. Одан кейінгі бізде қызыл 4 бұрыш берілген, бұл бізде 2 сантиметр, яғни 4 қабырғасы да бізде тік 4 бұрыш болғаннан кейін бірдей болып тұр. Бұл бізде 2 сантиметр, ені 2 сантиметр ұзындығы, яғни қарама-қарсы қабырғалары бір-бірімен тең болады, Екінші бізде фигурамыз ол 4 бұрыш, жасыл 4 бұрыш. Бұл жерде бізде ені және де ұзындығы. Ені 2 сантиметр болса, ұзындығы 3 сантиметрге тең екен, Олай болса, келесі бізде тапсырма. Екінші есеп, А есебі жолақтардың ұзындығын өлше. Олардың ұзындықтарының қосындысын есепте дейді. Бірінші жолақ бізде 5 сантиметрге тең екен, қызыл жолағымыз. Одан кейін жасыл жолағымыз 4 сантиметрге тең болса, үшінші жолақ бізде 3 сантиметр, одан кейін 6 сантиметрге тең екен, Енді балалар, біздегі қызыл жолақ пен фиолетовый жолақтың қосындысы бізде яғни 8 сантиметрге тең екен, 5 сантиметрге 3 сантиметрді қосамыз, сонда 8 сантиметр шықты. Ал бізде көк пен жасыл кесіндің жолақтың ұзындығы бізде 10 сантиметрге тең келді, яғни 4 сантиметрге 6 сантиметрді қоссақ, 10 сантиметр болады екен. Енді балалар барлығының ұзындығын табу үшін осы 8 сантиметрге 10 сантиметрді қосамыз, сонда 18 сантиметр шықты, Келесі есеп. Ә есебі қандай ұзындықтағы жолақ қалды есепте. Ол үшін біз балалар берілген жолақтың ұзындығы 60 сантиметр, Осы 60 сантиметрден қиып алып тастаған 20 сантиметрді аламыз, Сол кезде бізде 40 сантиметр жолақ қалды екен. Келесі есеп, үшінші есеп, өзіндік жұмыс. Кесінділерді өлше, олардың ұзындығын салыстыр. Бізде бірінші кесінді балалар 6 сантиметрге тең болса, екінші кесінді 4 сантиметрге тең болады екен. Енді екеуін салыстыратын болсақ, әрине бізде 6 сантиметр үлкен, 6 сантиметр бізде үлкен болып тұр, белгіні 6 сантиметрге қоямыз. Келесі бізде 4-ші тапсырма. Егер екі жолақтың ұзындығын қоссақ,
қандай ұзындық шығады? Бұл жерде біз балалар 5 дециметрге 1 дециметрді қосамыз, 6 дециметр болады. Ал 5 дециметрге 2 дециметрді қоссақ, 7 дециметр шығады екен. 2 дециметрге 1 дециметрді қоссақ, 3 дециметр болады. Ал 9 дециметрге 1 дециметрді қоссақ, 10 дециметр шығады екен, е? Ал балалар, бұл жердегі біздегі ең үлкен дециметр ол 9 дециметр болып тұр, е? Келесі тапсырма. Сен зерттеушісің. 6 айырмашылықты біз табуымыз қажет екен осы жерде, е балалар? Бұл жерде бізде балалар бірінші айырмашылық талда болып тұр, е? Бірінші суреттегі талдың жапырақтары көп, екінші талдағы суреттің жапырақтары аз. Екінші айырмашылық бізде мына жерде бірінші талда әккеншек бар, екінші талда әккеншек жоқ. Үшінші айырмашылық ол бізде мына ойын алаңында, ойын алаңында бірінші суретте сырғанағы бар, жоқ, екінші суретте сырғанағы бар болып тұр. Одан кейінгі үшінші айырмашылықты айттық біз. Төртінші айырмашылық бізде. Төртінші айырмашылық ол баланың әкесінің сымында, бірінші суретте әкесі сым киген болса, екінші суретте ол жаңағы балағы қысқа шортик киген, ал бесінші айырмашылық ол мамасының қолында бірінші суретте сумка жоқ болса, екінші суретте сумкасы бар болып тұр, ал біздегі соңғы алтыншы айырмашылық бірінші суреттегі қыздың шашы ұзын және де өрілген болып тұрса, екінші суретте ол қысқа және де болған болып тұр, балалар. Біз осылайша екі суреттегі 6 айырмашылықты сіздермен бірге таптық, Олай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған маған өте қызық және де ұнайды. Сіздерге егер де осы сабақ ұнаған болса және де түсінікті болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Олай болса, сау болыңыздар.